Екіншіден, біздің Құр'ан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бар кезде ақ сақталып қойды. Ал мына Таурат, Инжил дегендер қашан жазылған? Бұлар жалпы қалай келген? Ойға келген ба сондай сұрақ? Бұлар қашан жазылды? Кім жазды оны? Қаншауы олар? Қандай олар? Инжилдің қаншама жүздеген түрі бар осы заманның өзінде. Ол уақыттарда мыңдаған түрі болған. Соның бәрінің ішінен ең негізгі ретінде 4 кітапты алып қалған. 4 адамның жазған кітабын алып қалған. Кім? Марк бар, Матвей бар, Лука бар, Иоанн ба? Ана кім айтты Иоанн деп? Сол ғана бар. Осы 4 кітапты алып қалған. Инжил кітабының қазіргі 4 версиясы ең алғашқы нұсқа болып есептелінеді. Қашан жазды, кім жазды? Шамамен 40-шы жылдан бастап жазылды деген өздері сондай хабарлар айтады, шамамен. Бірақ олар кімдер белгісіз, жаңа 4-еуі бар ма? Кімдер олар? Белгісіз. Матвей деген кім ол? Қай жылы дүниеге келді, қай жылы дүниеден өтті, қанша бала шағасы болды, қандай ұстаздары болды? Хабар жоқ, мағлұмат жоқ. Анау кім, ешқандай мағлұмат жоқ. Бір бетке толатын да мағлұмат жоқ. А біздің Құран қашан жазылып тұр? Қашан? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кезінде жазылып қойды. Бірақ шашыраңқы түрде. Қашан жиналды? Абу Бакр радиаллаху анхудың кезінде. Ол қанша жыл өтті арасы? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткеннен кейін. Қанша жыл? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткеннен кейін қанша жылдан кейін жазылып тұр? Яғни жинақталып тұр? 2 жылдан кейін ғана. 2 жылдан. Яғни Ямама соғысы сол 2 жылдың төңірегінде ғана болған. Содан кейін Құран жазылып қойды. Бір кітапқа жинақталып қойды. Одан кейін арада бір 15-20 жылдың ішінде не қылып тұр? Қирағаттар жиналып жатыр. Қирағаттар. Одан кейін араға көп замай харакаттар қойылып жатыр. Одан кейін көп замай, яғни 100 бенен 160-тың арасында өмір сүрген жаңа Халил ибн Ахмад әл-Фарахиди деген кісі. Жаңа біз танығандай Құранда шәкілдеген. Ол сол аралықта. Түсіндіңіздер ғой? Демек, Құран жер бетінде жазылу жағынан қанша кезеңнен өткен екен? Біріншісі Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның кезеңі, екіншісі Абу Бакр радиаллаху анхудың, үшінші Усман радиаллаху анхудың, төртіншісі Али радиаллаху анхудың, бесіншісі Халил ибн Ахмад әл-Фарахиди деген кісінің. Немесе басқа да бір есімдерді естісеңіздер, оны жоққа шығарудың қажет жоқ. Өйткені ғалымдардың арасында бұл жөнінде пікірталастар бар. Адам мынау тұлға қойған дегенде сөздер келеді. Қысқасы, кім қоймаса да ол кезең бар. 5-ші кезең бар. Құранның жаңағыдай шәкілденуі, толықтай тәшкілденуі. Тамам? Демек, бұл біздің дініміздің ең асыл мұрасы, ең таза мұрасы. Алла тағала Құранда өзі айтып қойды: «Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун». Расында біз Құранды түсірдік, және де біз оны сақтаймыз деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында сақтап қойды. Одан кейінгі ғасырларда ол тек қана сол сақтаған күйінде қалды. Ешқандай бұзылған жоқ, құрыған жоқ, айныған жоқ.